12 сәуір ғарышкерлер күні 2011 жылдан бастап бұл күн халықаралық адамның алғаш ғарышқа ұшқан күні деп аталып жүр. 1961 жылы 12 сәуірде Қазақстанның Байқоңыр айлағынан алғашқы ғарыш кемесі көкке көтерілді. Бұл адамзат тарихындағы айтулы оқиға еді. Осылайша Юрий Гагарин әлемнің тұңғыш ғарышкері, ал Байқоңыр ғарыш аймағына айналды. Одан бергі аралықта қаншама ғарышкер аспан әлеміне сапар шегіп, ғылыми зерттеулер жүргізді. Солардың ішінде Қазақстанның 3 өкілі Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов те бар. Олардың есімдері Қазақстан тарихы бетінде алтын әріптермен жазылды. Тоқтар Әубәкіров Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш. Ол 1941 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында ғарышқа ұшу дайындығына кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ғарышқа ұшты. 1991 жылы 10 қазанда жерге оралды. Әубәкіров тек қана ғарышкер емес, сонымен қатар экспериментке қатысқан алғашқылардың бірі. Ол бірінші рет қазақ ғалымдарының тәжірибе барысында жасаған қазақ асханасының сублимацияланған тағамдарын қолданып көрді. Бұл тағамдарға айран, ірімшік, ет жатады. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минутты, Талғат Мұсабаев 341 күн 9 сағат 48 минут, ал Айдын Айымбетов 9 күн 20 сағат 13 минут 51 секунд болған. Талғат Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы кентінде дүниеге келген. Ол Қазақстанның екінші ғарышкері. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқанда 126 күн ғарышта өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышта өткізген. Гиннестің үздік табыстар кітабында бір айдың ішінде 5 рет, не бары 30 сағат 8 минут ұзақтығымен ашық ғарышқа шыққаны жазылып алынған. 2001 жылы ғарышқа 3 рет ұшқанда 8 күн ғарышта өткізген. Талғат Мұсабаев ғарышкерлер арасында алғашқы хирург атанған. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері болса, Талғат Мұсабаев 309 ғарышкері, Айдын Айымбетов әлемнің 545 ғарышкері. Айдын Айымбетов 1972 жылы 27 шілдеде Алматы облысы Талдықорған қаласы Өтенай ауылында дүниеге келген. 2015 жылы 2 қыркүйекте 2 борт инженер ретінде транспорттық пилоттанған Союз ТМА-18М кемесінде F-18 саяхаты аясында Байқоңыр ғарыш станциясынан халықаралық ғарыш станциясына аттады. Айдын Айымбетов ғарышта 10 күн болып, маңызды зерттеулер жүргізген болатын. Халықаралық ғарыш станциясынан оралған Айымбетовті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі күтіп алды. Тоқтар Әубәкіров пен Айдын Айымбетовтың туған күндері бір күнде, бір айда, яғни 27 шілдеде. Екі ғарышкеріміз де Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесінің түлектері. Қазақстанда космос кеңістігін зерттеу туралы жазылған ғылыми еңбектермен еліміздің ғарышкер ұшқыштары, халық батырлары Әубәкіров, Мұсабаев және Айымбетовтердің өмірі, қызметтері және космос кеңістігін бағындырудағы жасаған ерліктері туралы Ақжайық аудандық кітапхана қорындағы материалдармен таныса аласыздар.